Керуенге заттарымызды әкеп тастадық. Керек заттарымызды бәрін түсірдік. Орнымыз дайын, столымыз қазір келіп жасаймыз. Құдай қаласа сонымен 4-те басталады. Мама білмейді әлі. Қалай болады екен деймін да. Сондай сюрприз болайын деп жатыр, короче. Керуен жақсы екен. Әдемі іші де сырты да. Міне келді. Қажыр әпкеміз келді. Оның күйеуі бала. Әсем. Музыка қоса берсеңші. немерелердің шөбере көріңіз, солардың қызын көріңіз. Ана әдемі Сәкен Майғазиевтің 90-ға келген анасының айтқан сөзі бар.
баласы жақсы адамдар қартаймайды дейді. Мына Алланың берген ұл қызы әр уақытта да сізді биікке көтерсін. Солардың ортасында сізбен бізге не керек енді? Осылардың рахатын көріп, ата-ана бақытты, бала бақытты дейді, балдардың бақытына тоймай жүре берейік. Жылдан жылға туған күніңіз тойлана берсін, тек қана көргеніңіз той болсын, денсаулық болсын, денсаулықтың арқасында Алматы мен Қарағандыда, ортада да шапқылап жүре берейік екеуміз. Бізді тек қана Алла Тағала Қарағандыға тойға келтірсін. Сізге барлық жақсылық тілеймін. Мына 70-ке толған мерей тойымызды Құда қаласа ағайлата тойлай берейік. Үлкен әже болғанның белгісі енді өстіп әдемі қартая берейік. Алла Тағала соған жеткізе берсін. Жас қоса беріңіз. Немерелердің ортасында осылай ойнап қойып қартаймай ортамызда жүре беріңіз. Бүгін аяқ астынан тойлап жатқаныңызды өйтіп ойлап отқан шығарсыз енді. Балалардың жасап жатқан аздаған сыйлығы сізге. Рахмет балаларыңызға. Ағайынды соғылбай жылда туған күніңіз тойлай бермей жатсын. Немерелеріңіз көрге берсін осылардың ортасында. Ойнап күліп пенсияңыз жетпей жүре беріңіз ортамызда. Қартаймаңыз әрқашан. Енді балаларыңыз осылай биіктерден көріне берсін. Ағайын туыстап осылай той тойда басымыз бірге берсін.
мен түгел көпке жетті десем артық емес шығар. Соған осы отырған бәріңіз куәсіздер. Мен осының алдындағы өзіміз шілденің 5-інде Алматыда баламның қоныс тойын жасап келгенбізсіңді кішігірім. Сосын өзі мен айттым, оны жасамай-ақ қойыңдар, бұлардың Алматыдан жасайын, мені 80 жылдегі жасайсыңдар, мен сөзді шақыртып айтқан, жасамай-ақ қояйық деп. Оған енді болмай мені өздері бүгін жасапты. Рахмет енді Қанағат, Айжан, Ука, Әсема, төртеуіне мың алғыс. Еңбектерің жансын, жұмыста табысты болыңдар, семьяда бақытты болыңдар, сендердің отбасыңа құт береке, ұйымшылдық, татулық, бақыт, молшылық тілеймін. Енді 2 сағаттық жер емес қой, анау Алматыдан рахмет сізге, мың алғыс. Әрқашанда деніңіз сау болып, жолыңыз ашық болсын. Енді мінекей бәріңіз бөтен еместер, туған туыстар, бәріңіз жиналып отырсыздар, бәріңізге рахмет. Бәріңізді кімдерді қараңғы кірпігенде ашып, неткенде мен өзімді неге орнына қалдым енді. Мен бүйтіп ойлаған жоқпын, менің балаларым осылай жасайды деп ойлаған жоқпын мен. Жасамай-ақ қойыңдар, бір сөйтіп ашқан өздеріне. Енді рахмет сендерге, мың алғыс. Осы отырған көпшілігіңізге бәріңізді бірінші барлық денсаулық, күндеріңіз сау болсын. Әрқашанда сіздердің отбасыларыңызға осындай қызық қуаныш той болсын. Дастархан тек қана қызық қуанышқа жайсын, той-тойға ұлассын. Заманымыз тыныш, еліміз аман, молшылық заман болсын. Әрқашанда. Осы біздің жас көбіректерімізбен бір жүрісінде немерелеріміз өсіп келе жатыр. Осы балапандарының түні тыныш, күні жарық болса екен деймін. Солар молшылық заманда өмір сүрсе екен. Жақсы енді. Сіздерге тағы мың алғыс рахмет балапандарым. Мен көпке жетті. Мен қуандым шындары. Олай болыпты ойлаған жоқпын. Бір айдың ішінде, бір 10 күннің ішінде 2 тойды жасадық деп айтсам артық болмайтын сағына. Екеуіңді тоқтадыңдар, рахмет естілдеген. Өзі басымызды қосып, менің туған туыстарымды шақырып, мені қызық қуанышқа келтіріп отырсыңдар. Қуанып отырып, бәріңізге рахмет келгендеріңе сыйлап. Жақсылар.